Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен көрсем қызық арнасы. Достар, бүгінгі видеода сіздер неше түрлі қызықты факттарды, деректерді білуіңіз мүмкінсіздер. Бірақ мына факттарды бірінші рет естігеннен кейін сіздердің сенуіңіздер де қиын болуы мүмкін. Ал ендеше сол факттарға көше кетейік. Көп созбай бастаймыз. Кейбір тау жүйелерінде, мысалға Калифорниядағы Серра Невада деген атты жерінде қызғылт түсті, яғни орысша айтқанда розовый түсті қар жауады екен. Ол қардың дәмі мен иісін арбузға ұқсатады. Ең бастысы, сары түсті қардың дәмін көріп қайтып жүрмеңіздер. Виктория дәуірі кезінде адамдар крунс деп айтатын болған. Сөзді қазақшаға аударғанда қара өрік деген мағынаны білдіреді. Бұл сөзді фотосуреттерде байсалды, яғни орысша айтқанда серьезно көріну үшін айтқан. Сіз түшкірген кезде мұныңыздағы ауа ағындары 160 км/сағатпен кетеді екен. Әлем халқының 90%-ы солтүстік жарты шарда өмір сүреді. 18 ғасырда кетчуп дәрі болып саналатын, және оны ақш-та таблетка қылып сатып алуға болатын еді. Жүгері түйіршіктерінде әрқашан жолдардың жұп саны болады. Әдетте 16 және дәндердің жұп саны орташа есеппен 800 болады. Көк киттің жүрегі кішкентай көлікке қарағанда үлкен. Оның соғуы 3 шақырымға дейін естіледі. Дельфиндер бір-бірін арнайы сықырлау арқылы атайды. Жалпы алғанда сіз өміріңіздің шамамен 6 айын бағдаршамның жасыл жанғанын күтумен өткізесіз. Құдай бізге сабырлық берсін. Тарихтағы ең үлкен қар ұшқыны фрисбиге арналған дискпен бірдей болған екен. Оны 1887 жылы Монтана деген атты жерде тапқан. Мінекей достар, видеода соңына келіп жетті. Достар, егер видео ұнаған болса, көңілдеріңізден шыққан болса, арнаға жазылып, колокольчикті басып, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған көрсен қызық арнасы. Біз қоштаспаймыз, келесі көріскенше.